Баршаңызға қайырлы күн, құрметті YouTube каналымның көрермендері. Бүгін сіздерге біраз уақыт ұмыт болып қалған пәтер нанның жасалу жолымен бөлісетін боламын. Ең маңызды сәттері видеоның соңғы жағында айтылған, соңына дейін көруге кеңес беремін. Біраз адамның балалық шағын еске түсіретін пәтер нанның жасалу жолы өте оңай, соңына дейін көріңіздер. Мен 1 литр судан 4 пәтер нан шығардым. Бөлме температурасындағы жылы суды алып, ыдысымызға құйып аламыз. Үстінен осылай 1 шай қасықпен тұз және де қант қосып және сұйық май қосып, қанты мен тұзы жақсылап ерігенше осылай венчиктің көмегімен араластырып алдым. Үстінен міндетті түрде ұнымызды електен өткізіп аламыз, және ұнды бірден салып жібермегендеріңіз дұрыс, себебі әркімнің ұнының тығыздығы әртүрлі. Бірден салып жіберсеңіздер қамырларыңыз қатты болып қалуы да мүмкін. Және де осындай мен пакмая дрожжын қолданамын. 1 шай қасықпен толтырып салдым. Енді нанымызды илейтін боламыз. Кез келген июы қанған нан керемет болып шығады. Сол үшін нанымызды барынша июын қандырып, жақсылап илеп, керемет қамыр етіп шығарамыз. Жалпы пәтер нан басқа нандарға қарағанда өте жұмсақ және жасалу жолы өте оңай, арасы керемет болып шығады. Көбісі наным дұрыс шықпайды, арасы шикі болып қалады, сағыз сияқты болып қалады, немесе көкпеңбек болып көтерілмей қалады, қамырым деп жатады. Дәл осы пәтер нанды жасап көріңіздер, кез келген адамның наны керемет болып шығары сөзсіз. Мен де жалпы пәтер нанды жасауды білмейтін едім, тек қана кәдімгі өзіміздің күнделікті жеп жүрген нанды ғана істейтін едім. Содан келін болып түскеннен кейін енем үйретіп, демде бір істегеннен ақ алып кеттім. Өте оңай екен, әрдайым осыны жасап жейміз, және де істеп болғаннан кейін мол етіп жасап қоямын. Қалған бөліктерін морозильникке сақтап қойып, кез келген уақытта ертіп шығарып жей беремін. Сонда свежий нан болып тұратын болады. Және осылай барынша июын қандырып, нанымызды бір шетке қойып қоямыз. Шамамен 2-2,5 сағаттай қойып қойдым. Толық көтеріліп, қамырым керемет болып шықты. Енді осыны бірнеше бөліктерге бөлеміз. Дәл осы қамырдың формасынан бірнеше затты жасауға болады. Мысалға пицца істесеңіздер де болады, пирожки, таба нан істесеңіздер де болады. Ең бастысы қамырларыңызды қатты етіп илеп қоймай, осылай барынша жұмсақ етіп илесеңіздер, кез келген формаға қолдана беруге болады. Және осылай бірнеше бөлшектерге бөліп алғаннан кейін қолымызбен барлығын домалақтап, июын қандырып, астына ұн сеуіп, қамырды 10-15 минутқа тындырып қоямыз. Сонда оқтауға жайған кезде өте ыңғайлы жайылатын болады. Менде дәл осы құрамнан, яғни 1 литр судан 4 пәтер нан шықты. Осылай домалақтап, астына сүлгі қойып, үстінен де сүлгімен жауып, шамамен 15 минуттай тындырып қоясыздар. Дайын болған қамырларымызды енді алып, астына ұн сеуіп отырып, оқтаумен формасын бұзып алмай, домалақтап, қатты жұқа етпей, кімнің табасының формасы қандай соған байланысты етіп жайып аласыздар, яғни табаңызға сиятындай етіп жаясыздар. Жалпы осы пәтер нанды бір жасап жейтін болсаңыз, әрдайым жасап жейтініңіз сөзсіз, себебі арасы шикі болмай, жұп-жұмсақ, керемет болып пісетін болады, және де уақытыңызды тез үнемдеп отырып пісіресіздер. Жалпы мен өзім осы үй жақтағы дүкеннен де нан алатын кезде осы пәтер нанның бағасы басқа нандардан қымбаттау жүреді. Енді нанымызды жайып дайындап алғаннан кейін табамыздың астын бір майлап аламыз. Алғашқы кезде бір майлап алсаңыздар жетеді. Одан кейінгі нандарды салатын кезде майлаудың қажеті жоқ. Алғашқы кезде бір майлап аласыздар, және де осылай нанды қойғаннан кейін бір-бір шұқып шығасыздар. Көтеріліп кетуі мүмкін. Нанымыздың бір беті қызды, енді екінші бетіне аударып аламыз. Бір беті шамамен 5-6 минуттай қойып отырып қызартасыздар. Келесі бетінде дәл солай 5-6 минуттай қойып қызартып аласыздар. Одан кейін осылай пешімізді алдын ала қосып қойып дайындап аламыз. Қызғаннан кейін нанымызды пешімізге салып аламыз. Екі бетінде оны да 5-6 минуттан қойып пісіріп аласыздар. Сонда нанымыз керемет болып, арасы шикі болмай пісетін болады. Енді мен екінші нанды дайындап жатырмын. Бұны да дәл солай оқтаумен жайып алып, табамызға көріп тұрғандарыңыздай майлаған жоқпын. Енді нанымызды орналастырып шығамыз. Бұны да тесіп аласыздар. Бетін тесіп аласыздар. Одан кейін барып 5-6 минуттай қойып, келесі бетін аударып аламыз. Тура лаваштікіндей болып шығады. Жалпы екі бетінде таяқпен шұқып аласыздар. Қамырымыз енді ашыған қамырдан дайындалғаннан кейін қатты көтеріліп кетуі мүмкін. Енді дайын болғаннан кейін қызып тұрған пешімізге, кез келген пеш жарай береді. Сізде егер әсел пеш болатын болса, әсел пешке пісіріп алсаңыздар да болады.
болады. Газға мен осылай пісіріп алдым. 5-6 минуттан екі бетін қызарғанша пісіріп аласыздар. Одан кейін нанды міндетті түрде шашыққа немесе кез келген сүлгіге орап 10-15 минуттай қоятын болсаңыздар, нандарыңыз жылы күйінше жұп-жұмсақ керемет болып шығатын болады. Барлықтарыңыз осы нұсқамен жасап көріңіздер. Арасы шикі болмай керемет болып шығады. Және парақшама тіркеліп алыңыздар. Алдағы уақытта жаңа видео рецепттермен бөлісіп отыратын боламын.